Бәріңізге сәлем достар, сіздермен Queen Saya және де менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеле кетіңіздер, өйткені менің каналымда қызықты идеялар, менің өмірімнен влогтар және де сіздерге керектінің барлығын таба аласыздар. Бүгінгі видеоның тақырыбы сыйлауға болатын 10 сыйлық. Яғни алда келе жатырған жаңа жылда өздерінің жақын жандарына не сыйларын білмей жүрген адамдарға арналады. Бұл сыйлықтарды тек жаңа жылға емес, туған күнге, түрлі мерекелерге және де кез келген сізге сыйлау керек уақытта қарап, ішінен керек идеяларды алсаңыз болады. Егер сіздерге қызық болса, онда осында қалыңыздар, біз жалғастырамыз. Бірінші және де өте пайдалы ол бокстар, яғни микс бокстар, сладкий бокстар, түрлі әдемі бокстар сыйласаңыздар болады. Сонымен қатар бьюти бокстар қыз балаларға арналады. Ал микс бокстардың пайдалысы ол қыз балаларға да арнап жасасаңыздар болады, және де ер балаларға да арнап жасасаңыздар болады. Сладкий боксты көбіне қыз балаларға берген дұрыс, өйткені қыздар ұлдарға қарағанда тәттілерді қаттырақ жақсы көреді. Және де микс бокстар, бьюти бокстар, және де осы сладкий бокстарды түсінбеген адамдарға түсіндіре кетейін. Бұл кішкентай қорапшаның ішіне сіз бергіңіз келетін, яғни ол адамға керек заттарды салсаңыз болады. Егер сіздің жақын адамдарыңыздың бірі болса, онда сіз ол адамға не керек екенін міндетті түрде білесіз. Сол үшін керек заттарды салған өте қолайлы болады. Және де микс бокстарды өте ерекше қылып сыйлау үшін екі түрге бөлсеңіз болады. Екі түрлісін айта кетейін. Бірінші түр ол бір түстегі бокс, яғни бір қызыл қорапшаны аласыз, ішіне тек қызыл түсті заттар саласыз. Мысалы, қызыл түсті сырға, қызыл түсті чехол телефонына келетін, және де оған қызыл түсті киім қосуға болады, қызыл түсті кружка, қызыл түсті ручка, блокнот деген сияқты керек заттарды қызыл түстісін осы қызыл қорапқа салсаңыз, барлығы өте әдемі көрінеді. Егер мен осындай қораптарды түрін тапсам, осы жерге фотоларын міндетті түрде қалдырып кетемін. Екінші ол бір определенный тематикада. Мысалы, мультфильмдер болса, онда әртүрлі персонаждың ойыншықтарын салуға болады, сол персонаждың суреттерін, сол персонаж бейнеленген футболка, кружка секілді барлығын бір сол персонаждардың суреті белгіленген қорапқа салуға болады. Бұл жерде ер балаларға Спайдермен сындай секілді геройларды алып, ер балаға сыйлық жасаған өте қатты қолайлы деп ойлаймын. Осымен бокстар түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Ендеше келесі екінші сыйлыққа көшейік. Екінші ол TikTok немесе осындай мен секілді видеоблог түсіретін жандарға, инстаблогерларға арналады. Яғни сіздің сыйлық сыйлайтын адамыңыз жақсы көретін болса, видео түсіргенді жақсы көретін болса, TikTok, блогер, немесе жай бастап келе жатқан қызығушылығы бар адам болса, онда сіз осындай сыйлық беру арқылы мотивация жасай аласыз. Яғни оған видео түсіруге мотивация жасай аласыз. Маған штативте микрофонда сыйлыққа бергеннен кейін менің видео түсіруге деген мотивациям дейді ғой, құлшынысым арта түсті. Сол үшін бұл өте керемет сыйлықтардың бірі десем де болады. Егер сіздерге қаражат маңызды емес болса, онда қымбат заттардан TikTok түсіруге арналған үлкен лампа алсаңыздар болады. Ол өте қазіргі таңда актуальны, өте керемет. TikTok түсіретін блогерлер қарсы болмайды деп айтамын. Сонымен қатар, яғни қаражат мәселесіне қарамайтын болсаңыздар, камера, қымбат микрофон және де флешка алып беруге болады. Флешка болғанда память көп флешка алып беруге болады. Өйткені біз видеоларды түсіреміз, оларды монтаждаған кезде уақыт өте көп, 3-4 сағаттық видеолардың барлығын кесіп, біз 10 минуттық видео шығарамыз. Сол үшін бізге жетті түрде үлкен память қатты керек. Сіздерде қаражат аз болатын болса, онда еш уайымдамай бұл заттардың басқаша вариант табуға болады. Яғни кішкентай штатив, мысалы осындай қарапайым үлкен микрофонның орнына петличка беруге болады. Болмаса, қазіргі таңда ең популярный лампаның телефонға арналған нұсқасы бар. Ол өте керемет сыйлықтардың бірі. Телефонның басына былай кигізіп қоясың, жап-жарық болып тұрады. Бұлай фотосын қалдырып кетемін, және қалай қолданып отқанын көрсетіп кетемін. Осы затты тауып алсаңыз, бұл сыйлық өте керемет сыйлықтардың бірі болады. Даже қарапайым фотоға түскенде керек заттардың бірі. Неде келесі үшінші сыйлық ол киім. Киім болғанда ер балаларға қарапайым галстук, рубашка дейтін беретін заттар, олар уже қызық емес секілді банальный заттар. Оның орнына әдемі свитер,
толстовка немесе қазіргі таңда өте актуальны болып жатқан рубашка, куртка секілді заттарды сыйласаңыздар болады. Және де мысалы фотоларын қалдырып кетемін. Ең актуальны қазіргі таңда киімдердің суреттерін қалдырып кетемін. Осы суреттерде көріп отқан заттарды сіздер кез келген магазиннен, кез келген базардан болсын тауып алып берсеңіздер болады. Және де киім сыйлағанның ең бастысы оның размерін білу керек. Размерден қателесіп кетпеңіздер. Ал қыз балаларға келетін болсақ, ол әрине қыз балаларға өте қиын киім таңдау, өйткені әр адамға киім әртүрлі болып тұрады. Өзі киіп көрмесе, оған біртүрлі секілді. Және де бір минус, қыз балаларға ешқашан көйлек алмаңыздар. Кемі 2-3 рет ол көйлек кигенін көрмесеңіз, мүлдем көйлекке жоламаңыз. Өйткені кейбір қыздар көйлекті тек қыдырғанда, бір жерге барғанда ғана киеді де, ал күнделікті өмірде мүлде кимейді. Мысалы, мен өзім сондаймын. Инстаграмда фотоларымның көбісінде көйлек киіп тұрмын, бірақ шын өмірде көйлек кимеймін. Туған күнде, мереке кештерде әдемі көйлектерді киетін шығармын, бірақ оның өзімен аса бір уақыт өтіп жүріп таңдап аламын. Қандай көйлек ұнаса, онда ол адамның өзін киіп көрген дұрыс. Егер сіз киіп көрмейтін болсаңыз, мына заттарды алуға кеңес беремін. Біріншіден толстовка. Өйткені толстовка ол күнделікті ыңғайлы киім, және де толстовка ол қиын емес, кез келген шалбармен киесінде кете беретін зат. Сол үшін әрқашан ол толстовканы киген сайын және де сізді есіңізге алып отырады. Айтайын, толстовканы қыздар күнде киеді. Және де свитер, актуальный свитерлерді осы жерге қалдырып кетемін. Өздеріңіз көрсеңіздер болады. Және де киімнен бренд киім алып берсеңіздер. Мысалы, мен андай Gucci, Louis Vuitton дейтін заттарға қызықпаймын, бірақ Қазақ Репабликтің киімдерін алып беруге болады. Мысалы, бізде Аралдың өзінде теңіз Арал дейтін бар, яғни көйлек киімдерге жазып беретін брендовый заттар. Келесі 4-ші ол косметика. Әрине, ер балаларға оны сыйлай алмайсың, бірақ ер балаларға арналған, өз-өзіне күтімге арналған заттар алуға болады. Faberlic, Avon, Oriflame секілді әртүрлі сондай өнімдер шығаратын корейский косметиканы өзінде де ерлерге арналған линиялар бар. Содан сіздер сыйласаңыздар болады, және де өз-өзіне қарайтын жігітке міндетті түрде ұнайды, және де олар көмек болады деп ойлаймын. Келесі ол әрине қыздарға екі түрлі уходовый косметика, бьюти косметика. Сіздерге айтар кеңесім, алу барысында ойланыңыздар, өйткені сіз ол адамның бет терісі қандай екенін білмейсіз. Ол мысалы проблемный кожа болса, оған жақсы қараса, ол жақсы көрінеді. Сол үшін сіз оның кожасы жақсы деп, оған басқа заттар алсаңыз, оның кожасына мүлде сәйкес келмей қалады. Және де продукты косметика алған кезде өте абай болыңыздар. Ол адамда аллергия болуы мүмкін, сол үшін байқаңыздар. Маска, патчи секілді антиаллергенный және де түрлі антиаллергенный косметика алсаң, көбінесе корейский косметика көп адамға аллергия туғызбайды. Сол үшін брендовый косметикадан бұрын корейский косметиканы қарап көргендеріңіз үшін. 5-ші ол с юмором дейді ғой. Егер сіздің жақын досыңыз болса, әзіл ретінде сыйлауға болады. Ол маска, антисептик, перчатка. Яғни 20-20-20-21-дің ең трендовый заттарының бірі ол маска, антисептик. Жоқ, маған если біреу көп антисептик, маска берсе, мен қарсы болмас едім, өйткені ол күнделікті қолданылып жүрген зат, өте керек заттардың бірі. Шынымен сіздер осы сыйлықты бергілеріңіз келсе, осындай антисептиктер алуға болады. Өйткені оларды қолданған өте әдемі, ыңғайлы, және олар өте кішкентай болғандықтан қалтаға салып жүруге өте ыңғайлы. 6-шы және де менің ең қатты жақсы көретін сыйлықтарымның бірі, просто ол адамды кафеге шақырыңыз. Мысалы, просто барып сушы жеп қайтсаңыз да керемет уақыт өткізіңіз. Сол кезде адамның есінде керемет уақыттар қалады. Және де адамның есінде күн уақыт қалмайды. Адамның есінде тек қана керемет қызықты өткізілген моменттер мен ең бақытты сәттері есінде қалады. Сол үшін адамның есінде қалатын бақытты сәттерді сыйлауға кеңес беремін. 7-ші сыйлық өте ерекше сыйлықтардың бірі, және де қыстың күні біз барлығымыз одеял жамылып алып, қолымыз кофемен, чаймен, всегда ыстық кофемен, чаймен, кружкамен барлық жерде отырғанды жақсы көреміз. Менің өзім күнделікті осындай видео түсіргеннің өзінде қасымда кружкамен чай тұрады. Сол үшін бірге кружка сыйлағанды кеңес беремін. Әртүрлі жазу жаздыруға болады, кружкаге суретін салдыруға болады. Өте
керемет сыйлықтардың бірі. Және де жай ғана кружканы сыйлаған ол просто да қызық емес. Сол үшін сіздерге кеңес, ішіне тәттілер, чай, кофе, шоколад, батончики, конфет барлығын салып берсеңіз болады. Яғни шай ішуге қолайлы заттарды сыйласаңыз, өте ерекше сыйлықтардың бірі болады. 8-ші сыйлықтардың бірін мен 2 бөлімге бөліп жібердім. Өйткені олар бір-біріне аса байланысты заттар. Мысалы, сіздің беретін адамыңыздың жақсы көретін киносы немесе жақсы көретін артисті. Бірінші кинодан бастайық. Мен өзімді мысал ретінде алайын. Менің ең жақсы киноларымның бірі Гарри Поттер. Сол үшін мысалы маған сыйлық сыйлағанда Гарри Поттерға байланысты заттар сыйласаңыздар болады. Мысалы, Гарри Поттердің плакаты, монополия ойындары түрлі. Сонымен қатар сол кинодағы маңызды аргументтерді сыйласаңыз болады. Волшебный палочка сыйлауға болады. Және де Гарри Поттердің ала түсті шарфы, сабаққа тағатын галстугы секілді кішкене аргументтерді, есіне салатын заттарды, сол киномен байланысты заттарды сыйласаңыз болады. Және де сол киноны жақсы көретін киносы туралы айтқан кезде сізді есіне алып отыратын болады. 2-ші бөлімі жаңа айта кеткенде жақсы көретін артист. Өзімді барлығына себеп ретінде үлгетінде алып отырғандықтан менің жақсы көретін группа 91. Және де мысалы маған 91-ның үлкен қып плакатқа суретін шығарып берсе, мен қарсы болмас едім. Немесе қарапайым футболкаға 91-ның эмблемасын, болмаса жігіттердің суретін шығарып берсе, мен ол футболканы үнемі тастамай киіп жүретін едім. Өйткені ол прям керемет сыйлықтардың бірі болар еді мен үшін. Жаңа айта кеткен кружкаға 91-ның суретін жасатуға болады. 91-ның суретін жасап берсе, мен өте қатты қуанышты болар едім. Концертіне билет алып беріңіздер. Сол кезде ол адам сізді өмір бақи жақсы көріп кететін болады. Декабрьдің 20-сы 91-ның концерті болады онлайн. Мен соны көре алмай қалайын деп тұрмын. Егер маған сыйлық сыйлағыларыңыз келсе, құлақтарыңызға алтын сырға. Ол әрине фотомозаикалар. Адам өзінің фотоға түскенді жақсы көретін болса, мысалы модель секілді өздерінің инстаграмға әдемі фотоларын салғанды жақсы көретін болса, инстаграмға өзінің фотоларымен бөліскенді жақсы көретін болса, онда ол міндетті түрде фотомозаикаға қарсы болмас еді. Яғни өзінің фотоларына үлкен қылып фотомозаика жасауға болады. Және де фотосағат бар. Осы жерде фотоларын қалдырып кетем, көріп отырсаңыздар, біліп отырсыздар, түсініп отырсыздар. Мен айтып отқанымда фотосағат сыйлауға болады, фотомозаика сыйлауға болады. Қарапайым дегенде өзінің жеке әдемі болып түскен, сізге ұнайтын, оған ұнайтын фотосын үлкен картинка ретінде шығарып, рамкаға салып сыйлағанның өзі керемет сыйлықтардың бірі. Және де 10-шы ең соңғы ол адамның жақсы көретін нәрселеріне аса назар бөлейік. Мысалы, ол адам спортпен айналысуды жақсы көретін болса, онда оған спортқа айналысуға жаятын коврик, гантель алып беруге болады. Келесі, кітап оқығанды жақсы көретін болса, онда кітап сыйлаңыз. Енді қарапайым кітапты алып оқып жүру қазіргі таңда аса ыңғайлы емес. Телефон барлық адамда бар, сол үшін электронный кітаптардың толық нұсқасын сатып алып беріңіз. Және де осы секілді заттар би билегенді жақсы көрсе, колонка алып беруге болады, биге киетін киім алып беруге болады, ойын ойнаған жақсы көрсе, джойстик алып беруге болады, компьютерге мысалы мышка, клавиатура секілді заттар алып беруге болады. Егер қателеспесем, Окко, Иви секілді кино көретін жерлерге подписка алып беруге болады. Ол өте керемет сыйлықтардың бірі. Және қарапайым кинопоисктің өзінде ақылы кинолар бар, соларды сатып алып берсеңіз, киноман адамдарға өте қолайлы сыйлықтардың бірі. Осымен менің сіздерге арналған 10 сыйлығым аяқталды. Егер идеялар ұнаса, немесе сіздердің де тағы да осылай сыйлауға болатын идеяларыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де сіздермен болған Queen Saya, мен сіздерді жақсы көремін.